Неге қарағай, шырша және арша мәңгі жасыл? Чуваш халық ертегісі. Келесі қызықты қазақша ертегіні жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ертеде жылдардың бірінде күз өте ерте түсіпті. Барлық жан-жануарлар, аң мен құстар ұшып кетеді де не тығылып қалады екен. Тек қанаты жараланған кішкентай құс қана өз тобына ілесе алмай, ұйтқыған желде жапан далада жалғыз қалады. Құс жусанның түбінде отырып қатты қайғырады. Не істерін білмейді. Ал даланың шетінен үлкен ну орман басталатын еді. Ой, мына орманға қарай барайын. Мүмкін ағаштар маған жан ашып, қыстап шығу үшін бұтақтарына қондырар, деп ойлап, құс өзінің жаралы қанатын сүйреп, орманға қарай секіре жөнеледі. Орман шетінде қайың өсіп тұрған еді. Құс оған өтініш білдіреді. Сұлу қайың, өзіңде қыстап шығуға рұқсат етші, дейді. Менің бұтақтарым өте көп, ал жапырақтарым одан да көп. Мен оларға күтім жасауым керекпін. Саған қарауға мұршам жоқ, деп қайың жауап береді. Жаралы қанатын сүйреп, әрі қарай секіре жөнеледі. Алдына қараса, алып емен тұр екен. Ал енді оған жалына бастайды. Батыр емен, мені көктемге дейін қалың бұтақтарыңа паналауға жіберші, дейді құс. Сол ғана қалған еді. Егер бәрін қыстап шығуға кіргізе берсем, маған бірде-бір жаңғақ қалдырмайсыңдар ғой. Жоқ, кіргізе алмаймын. Өз жолыңмен жүре бер, дейді емен. Кішкентай құс жараланған қанатын сүйреп, әрі қарай орманды аралап кетеді. Өзенге қарай жақындап келсе, жағаның бойында өзеннің суына дейін бұтақтарын жайған сәмбі ағашы тұр екен. Мейірімді сәмбі ағашы, сенің бұтақтарын сондай қалың, жайлы екен. Көктемнің жылы күндеріне дейін саяңда мекендеуге рұқсат етші, деп байғұс құс жалынады. Бар, жоғал, мен өзенмен ғана сөйлесемін. Ал қайдағы бір далада кезген кезбелермен сөйлесуге маған жараспас, деп сәмбі тәкаппарланып жауап береді. Бейшара құс түңіліп кетеді. Қалай түңілмесін? Ол байғұсты ешкім қыстап шығуға кіргізбеді. Бәрі де мұрындарын шүйіре сөйледі. Қатты шаршап ашыққан құс жараланған қанатын ауыртып алмас үшін ақырын аяңдап орманның түпкіріне кетеді. Бейшара құсты жасыл шырша көріп қалады. Байғұсым ау, қайда бара жатырсың? Деп ол құсқа сұрақ қояды. Қайда баратынымды өзім де білмеймін, дейді құс. Білмейтінің қалай? Деп таңданады шырша. Орманды жалғыз аралап жүргенім жақсы өмірден емес қой. Басым ауған жаққа кетіп барамын, деп құс мұңаяды. Сен неге құрбыларыңмен бірге ұшып кетпедің? Қанатым жаралы, ұша алмаймын. Сөйтіп орманға келіп, ағаштардан қыстап шығуға рұқсат сұрап едім. Ешкімнің жаны ашымады, ешкім рұқсат бермеді. Байғұсым ау, онда менің саямда тұра ғой. Мінеки, мынау қалың бұтақшаға қона ғой. Ол ең жылысы, деп ақ жүрек шырша аяп кетті.
Шыршаның жанында кәрі қарағай тұрған еді. Ол да құстай ап кетті. Менің бұтақтарым соншалықты қалың, жылы емес, бірақ сені суық теріскей желдерден қорғап тұрайын, деді ол. Құс шырша бұтақтарының ең қалың жеріне жайғасады, ал қарағай оны суық желден қорғаштайды. Шырша мен қарағайдың арасында өскен арша да кішкентай құстың тағдырына қолғабыс етеді. Кішкентай құс, қамықпа, мен сені бүкіл қыс бойы жидектермен асыраймын, деді. Осылайша жаралы құстың өмірі жақсарады. Бір түні қатты жел соғады. Ол ағаштың бұтақтарымен алысып, қатты соққаны соншалық, жапырақтар жаңбырша төгіледі. Бұл желге ұнап кетеді. Барлық ағаштарды жалаңаштағысы келеді. Бірақ мұны жасамас бұрын аяздан рұқсат сұрайды. Аяз әке, барлық ағаштың жапырақтарын түсірейін бе, әлде кейбіреуін қалдырайын ба? Суықтың патшасы Аяз былай дейді. Қайың, емен, сәмбі, барлықтарының киген жапырақтарын шешіп ал. Ал кішкентай құсты қамқорлығына алған ағаштарға тиіспе. Олар қыс бойы жасыл күйлерінде қалсын. Жел Аяз әкенің айтқанын орындап, шырша, қарағай, аршаға тиіспепті. Осылайша олар әлі күнге дейін жасыл болып қалыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Достарыңызбен бірге бөлісіп, арнаға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.